Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сиясы кеппеген әңгімемнің тақырыбы дәрігердің қиянаты. Перзентханада ауысқан сәбилер. Гүлнұр бүгінде жайсыз ұйықтап шықты. Оянса қара терге малшынып жатыр екен. Осы түс оған қайта-қайта маза бермей жүргеніне де көп болған. Түсінде құндақталған сәбиді қолын алып, енді кеудесіне баса бергенде, бір қара келіншек келіп, «Сен мына ұлыңды ал, өз балаңды танымай не болды? Қызымды бер» деп тұңғышы Бегімайды тартып алып жатады. Ал Гүлнұр аузын да аша алмай, тілін жұтып қойғандай, дәрменсіз күйде қалатын. Осы түсінен әбден шаршаған. Кімге барып жортарын да білмейді. Гүлнұр бүгінде таң бозынан тұрып үй шаруасына кірісіп кетті. Бүгін жұма екені есіне түсіп, жеті шекпек пісіруді қолға алды. Өмірден өтіп кеткен әке-шешесімен туған туыстарына арнап Құран бағыштауды әдетіне айналдырған. Өлі риза болмай, тірі байымас деп отыратын әжесі ылғида. Бүгінде Гүлнұрдың отбасы қалаға көшіп келгелі 10 жылдың жүзі болыпты. Сол жылдары ауыл халқы қалаға үдере көшті емес пе? Қайтсын, не жұмыс жоқ, дүкенде тіпті ұнның өзі құрып кеткен заман болды ғой. Күйеуі Сырым бір тоға, сөзі аз жігіт, барлық шаруаны әйелінің қолына беріп, өзі күнкөрістің қамымен Астана жақтағы жол салу құрылысында еңбек етті. Жиған тергенін салып тұрды. Мереке демалыста отбасына келіп, бұларды сый-сияпатқа қарық қылатын. Басында қалаға келгенде күйеуі ауылды жиі сағынатын. Көшеде бір таныстары кездесіп қалса, телефон нөмірлерін беріп, үйлеріне шақырып қатты қуанатын. Ол кезде қалаға келген кісіге дайын үй қайдан болсын? Барлық қазақтар сияқты бұлар да талай пәтерді жалдап көшуге үйреніп алған. Бір пәтерде түнімен қандала шағып, үсті бастары бірдай боп жүрсе, ал екіншісінде алқаш көршілері түнімен ұйықтамай, отырыстарының соңы төбелеспен аяқталатын. Жақында олар пәтер сатып алды. Енді соның бәрі көрген түстей болып қалды бұларға. Күйеуі Сырым күзетшілік жұмысқа, ал Гүлнұр асханада аспазшы болып орналасты. Үлкен қызы Бегімай болашақ IT маманы, ал екінші қызы Дана 9-шы сыныпта оқып жатыр. Өзінің оқудағы жетістіктермен бұларды қуантып жүрген осы қара қызы олар үшін тіпті ерекше. Әкесі екі қызын ылғида «менің қара қыздарым» деп еркелетуден жалықпайды. Болашақта Дана дәрігер болам деп жүр. Талабы таудай, осы қара қызынан түбі бірдеңе шығады. Күндегідей Гүлнұр да жұмысына асыға үйден шықты. Жалпы жұмысқа кешігу әдетінде жоғау бұның. Қаланың өмірі қайнап жатқан қазандай. Адамдар нөпірімен анда-мұнда ағылған транспорт, машиналар бір тыным таппайды тегі. Ауылдың мамыр тіршілігіне мүлде ұқсамайды. Уақытта аттай шауып, еш жеткізбейді-ау. Гүлнұр Жеңіс даңғылынан 5-ші автобусқа отырып, енді ғана жан-жағына бағдарлай қарай бастады. Көктемнің күні болғанымен, күн салқын. Әлі де қыстың толық ызғары кете қоймапты. Автобус ішіндегі адамдар да жылы киініп алған. Астанаға көктем кеш келеді әдетте. 4 аялдамадан соң тиісті аялдамасына түскенде, оның алдын бір сыған келіншегі орай бергені. «Дай погадаю» дейді әлгі келіншек. Асығып тұрған Гүлнұр тез-тез қасынан өте беріп еді, тіпті анау соңынан қоса ерді. Бұл не дер екен деген қызығушылықпен оның бетіне қарады. Сыған келіншек өте әдемі екен. Екі көзі қап-қара, бірақ адамның өңменінен өтердей өткір екен көздері. Келіншек Гүлнұрдың қолын алып сөйлеп кеткен. «А где ваш сын, первенец? Что-то его не вижу с вами рядом» деп келе жатқан келіншекке. «У меня нету сына, у меня девочки» деп қолын сілкіп жіберді Гүлнұр. Ал келіншек тіпті айылын жияр емес. «Да, он далеко, жаль, очень далеко» деп күбірлеп кеткен еді. Асыққан Гүлнұр жанағы келіншекке ызалы кейіпте. Осылар өтірікті қалай ойластырады екен? Әзер құтылдым-ау ана бәледен деп өзінен өзі күйіп пысқан.
жұмысына келіп, күндегі тірлігіне араласып кеткен еді. Ойына бағанағы сыған келіншектің «А где ваш сын?» деген сөзі түсе берді. Қайдағы ұлды айтып тұр әлгі әйел? Осылар кез келген адамды гипноздап тастайды дейді ғой. Тек ұлың қайдасы несі деп таң қалған болатын. Бірінші балаға аяғы ауыр кезінде нағашы әжесі, ұл бала дүниеге келер амандық болса, ішің бүйірлі екен деп еді. Ол кезде жас емес пе? Ұлы не, қызы не, бәрібір ғой. Аман-есен босанып алсам деп ойлаған. Қазір 2 қызына не жетеді? Елдің 5 ұлын ататыды. Тек солар аман болсыншы деп тіледі Гүлнұр іштей. Күйеу де ұл таппадың деп бірде-бір рет айтып көрмепті елдің күйеу құсап. Соған өзі риза Гүлнұр. Алла бермесе тартып алам ұлды. Осы елді түсінбеймін. Баланы неге бөледі екен ұл қыз деп? Ертең сол ұлдан қызық көре ме? Әлде қыздан қызық көре ме? Талай ұлы бар достары жүр ғой ұлдарынан азап көріп деп өзімен өзі іштей сырласқандай болды. Өз қандарынан жаратылған 2 қызы аман болсын. Міне осындай ойдың жетегімен ол жұмыстан үйіне жетуге тағы да аялдамаға келген. Енді алдынан сығанның кіп-кішкене балалары қол жайып шыққан. Гүлнұр қол сөмкесінен тиын тебенді аямай ақ берді. Мына балалардың үрпиген түрлерін көріп аяп кеткені. Таңға жақын ол тағы да шошып оянды. Түсінде бір ұл сәбиді емізіп отыр екен. Сол балаға мейірленіп қояды өзі де. Сәби маңдайы терлеп, бұның ақ мамасын еміп жатыр екен борпылдатып. Енді Гүлнұр әлгі сыған келінше кездесіп қалмасын деп, жан-жағына қарап абайлап жүретін болды. Өзіне өзі ыза болады. Ай, даладағы бір сыған айтты деп не болды? Сандырақтай береді олар дейді ішінен бір дауыс. Бұлармен жұмыста бірге істейтін күміс күйеуінің арақты көп ішетінін, көрген қорлығын айтып, оңашада ұзақ жылаған. Жаны ашыған Гүлнұр не дерін білмеген. Ал қастарында бірге жұмыс істейтін балым күміске жағдайдан шығудың жолын айтқан еді. Оның бір таныс балгері бар екен. Кезінде балымның күйеуін емдеп, арағын қойдырған. Соған бар деп адресін де берген. Жалғыз баруға батылы жетпеген күміс Гүлнұрды да ілестіре кеткен болатын. Балгер қаланың шетіндегі бір ескі үйде тұратын көрінеді. 45-50-лердегі ер адам тамырыңды ұстап бәрін айтады. 2 көзін жұмып алып сөйлей береді екен. Тура бетің бар, жүзің бар ау демейді ау. Кезек Гүлнұрға келгенде балгер, тұңғыш ұлың қайда? Кіммен бала ауыстырып алғансың? Дегенде Гүлнұрдың денесі мұздап кете берген. Әлгі сыған да, мына балгерде не деп отыр? Ұлы несі деп ойланып қалған. Менің тұңғышым қыз деген ол, даусы баяу шығып дірілдей. Иә, сен де күйеуің де білмейді. 2 әйелдің арасында болған келісім екен. Біреуі дәрігер әйел, күйеуге тимеген, баласы жоқ деген бұның бетіне бағдарлай қарап. Қиянат жасаған екен, түбі жақсы болмас. Бір әйел сізге өзі хабарласады дегенде, Гүлнұр тілін жұтып қойғандай дымы шықпай қалып еді. Жол бойы Гүлнұр ойланумен келе жатыр. Япырмау, әлгі сыған да, мына балгерде не деп сандырақтап кетті? Өтірік бәрі, өтірік деп іштей қайталаумен болған. Өзі хабарласады дейді тағы. Кім хабарласады? Одан бері ширек ғасыр өтті емес пе? Жоқ, Бегімай оның тұңғыш қызы, басқа ешкім емес. Стол басында күйеу әйелінің әбір-жүлі түрін көріп, Гүлнұр, бір жерің ауырып тұрма? Өңің қашып кетіпті ғой дегенде бұл, жоқ, бүгін жұмыста қатты шаршадым, содан болар деп әңгімені басқа арнаға бұра берген болатын. Шаршасаң тіпті солы жұмысыңнан шықшы, ақша деген бәле адамға ешқашан жетпейді деп өз ойын айтқан. Алаң болма, жабадан жалғыз үйде отыра алмаспын. Бір жағы сол жұмысқа да үйреніп қалдым деп жауап берді ол күйеуіне. Сонымен бұл тақырыпқа олар қайта айналып соқпаған. Көктем кетіп жаз келген. Жаздың жайдары күндері бұрынғы әңгімелерді ұмыттыра бастағандай еді. Бір күні Гүлнұрдың қалта телефоны шыр еткені. Оның жүрегі әлденені сезгендей атша тулап қоя берген. Телефонның ар жағынан өте әлсіз сырылдаған әйел үні естілген. Алло, Гүлнұрсың ба деп кеудесі сырылдай жөтелге болға үн қатқан.
Қарағым, уақытың болса жолықсақ, саған айтарым бар еді. Иә, мен Гүлнұрмын деп тіл қатқан сонда бұл үріккен дауыспен. Мен Мәрзия апайыңмын. Баяғыда аудандық емханада акушер-гинеколог боп істеген. Қазір денсаулығыма байланысты осы Астанаға келдім қаралуға. Ертең сағат таңертеңгі 10-дар шамасында мына адреске кел. Күтем деп адресін айтып сөйлей алмай, кеудесі сырылдап кеткен еді. Мынау анау күні балгердің айтқандай болды-ау деп Гүлнұр ертесінде айтылған адреске келіп, есіктің қоңырауын басқан. Есікті бір жас келіншек ашып, оны жатын бөлмеге бастай берген. Төсекте шашы әппақ, бір уыс кемпір отыр. Кеудесі сырылдап жөтел қыса береді. Көзінде тіршіліктің еш белгісі қалмағандай, тірі аруақты көргендей Гүлнұр шоши қарады. Әкелдің бе, Гүлнұр? Мен Мәрзиямын ғой. Кезінде сен босанған перзентхананың меңгерушісі, дәрігері. Апа, сәлеметсіз бе? Сырқаттанып қалыпсыз ғой. Әлі тәуір боп кетерсіз деген ойында ештеңе жоқ Гүлнұр. Жоқ, менің бетіме түкірші. Түкір, мен саған қиянат жасаған адаммын. Енді соның зардабын тартып жатырмын. Білемін, маған да көп уақыт қалмады. Бірақ саған өлер алдында бәрін айтып кетем. Мен залым адаммын. Мен дәрігер емес, 4 аяқты малдан еш айырмашылық жоқ, кесір адаммын деп булыға жылап жіберді. Денесі қушиып, екі иығы секілдеп кеткен мына кемпірді қатты аяп кеткен сонда Гүлнұр. Талай бейкүнә шараналардың қарқысы ма осының бәрі? Талайға жасанды түсік жасап, әбден машықтанған тәжірибелі маман деген мақтауға мас болып жүріппін ғой. Ол кез Совет одағының дүрілдеп тұрған кезі. Отбасын жоспарлау, гендерлік саясат дейме, әр отбасыда 3 баладан артық болмауын насихаттап жатқан кез. Осы сырды ішімде 23 жыл бойы сақтадым. О дүниеде тыныш жатайын, айтып деп екі көзін сүртті. Гүлнұр үнсіз тыңдап отыр. Сенің туған ұлыңды айырбастап бөтен біреудің қызын сенің құшағыңа салып бердім. Ол кезде УЗИ тест дегендер жоқ. Баланың жынысы тек дүниеге келген кезде белгілі болатын. Қазір ғой, бала тумай қыз екен, ұл екен деп жастардың алдын ала тойлатып жататыны. Аудандағы бір мәнсап үлкен бастықтың әйелі 6 қыз туып, енді 7-ші балаға аяғы ауыр екен. Бір ұл балаға зар болып жүрген. Сол әйел маған: не сұрасаң соны берейін, ақшаға көмейін, не қалайсыз сол болсын, көмектесіңіз, әйтпесе күйеуім тастап кетеді, көңілдес әйелі ұл тауып берем депті деп аяғыма құлап кеп жығылғаны. Басында қой қарағым, сотталып кетер жайым жоқ деп өзіне ұрсып қуып жібергем. Мынау қылмыс қой, айтпа ондайды деп шегелеп қойған. Содан бір күні туған бауырым арақ ішіп, машина жүргізіп келе жатып, қалада 2 адамды қағып кетіпті. Олар ауруханада жатыр деген суық хабар жетпесі бар ма? Ал енді не істеймін? Әлгі бауырым сотталса артында 4 баласы мен әйелі зарлап қалатын болды. Шығарып алуға не ақша жоқ. Қойшы, шақшадай басым шарадай болған. Содан есіме әлгі бастықтың әйелі түсе кеткені. Дереу қоңырау соғып кездесуді белгіледік. Уа тоба, енді менің күнім әлгі әйелге түсіп отыр. Міне, өмір деген осау. Келіншектің 7 айлық балаға аяғы ауыр, енді 2 ай мөлшерінде босанбақ. Егер қыз бала өмірге келіп жатса, ол балаға ауыстырып беруді мойным алдым. Енді күндіз-түні оның қыз туған тілеумен болдым мен. Дәл сол күндері сенде түстің ауруханаға. Тұңғыш балаң болған соң, әрине толғағың ауыр болды. Көрші палатада әлгі бастықтың әйелі жатыр. Толғағы басталмаған, сірә әлі 2-3 апта керек-ау босануына. Енді мен өз жоспарымды іске асыра бастадым. Бастықтың әйеліне толғақ шақыратын екпені салып, мұқият бақылауға алдым. Дегенмен тәжірибелі маман емеспін бе? Жіті бақыладым. Тура сол күні 6 әйел босанды. 5 қыз, 1 ұл бала өмірге келді. Басекеңнің әйелі қыз баланы өмірге келді. Енді қимылдайтын кезің келді деймін өзіме өзім. Бүгін түннен қалмай үлгеріп қал деп өзімді батылдандырумен болдым.
Сол күні кезекшілікте болған Медбике апайымыз Гуляның араққа әуестігі бар әйел еді. Өз еті тойып келген бе, аузынан арақ есі мүңкіп тұрды. Ол мен қыздың орнын ауыстырғанымнан бейғам. Бәрін бітіріп бір ух дедім. Енді бауырымды бостандыққа шығарам деген оймен мәзбін. Солай мен қылмыс жасап бауырымды соттан алып қалдым. Зардап шеккен екі кісіге де аз ақша кетпеді. Кейін әлгі бастығымыз басқа облысқа жұмыс ауыстырып кете барды. Бәр осылай жабулы қазан, жабулы қалпында қалар ма еді, мен ауруға шалдықпағанымда. Күннен күнге өзімді ауру меңдеп бармаған дәргерім, бақсы балгерім қалмады. Жасаған қиянатым тура алдымнан шықты. Міне, мына сыйқымды көріп отырсың. Көзім тірісінде өзіңе барлық шындықты айттым. Кешіре алсаң, кешір, деп Мәрзе алқынып қалды. Содан дәргерлер мені осындағы дәргерлерге жіберді. Сенің телефон нөміріңді туысқан сіңліңнен алдым. Не ұйқы жоқ менде. Көзім ілініп кетсе, ылғи жас сәбилердің жылаған даусынан шошып оянып кетемін. Күйеуге тиіп, бала сүйіп, еміреніп көрмеген менің артымда іздеушім де жоқ, деп әңгімесін аяқтады ол. Көз жасына булыққан Гүлнұр үйден асыға шығып, жылап бара жатты. Өксіп жылаған бұған өтіп бара жатқан адамдар таң қала қарады. Автобусқа отырып үнсіз егіліп келеді. Бір кезде көзі өзіне қарап тұрған сыған келіншекке түскен. Ол болса, оған ойлы қара көзін қадап қарап тұр екен.